ипотекаға несие бермеу, ол банкілердің ақшаның барлығын азаматтар несиеге кіргізу, қарызға кіргізу мақсатымен жасап. Олардың қолына ақша түсе ма? Бірінші кезекте қарызға кіргізуді өткізу. Бірнеше 100 мың адам ренжіп жүр мемлекетке, өкіметке. Бірақ банкілердің осындай алаяқтықтарын қорғап жүрген АФРР, жаңағы агенттік қаржы нарығын бақылау және ұлттық банк. Президентке олар жалған ақпарат беріп отыр. Біз антифрод центрі жасадық, бәрін тексеріп отырмыз. Ешқандай ондай емес. Біз заңды өзгертейік десек, қарсыластырып алады. Банкілер қалай жұмыссыз қалады ғой, жаңағы микрокредит беретіндер 11 мың адам жұмыссыз қалады. Мен қалсын жұмыссыз. Сіздер неге халықты қорғамайсыздар? Неге сіз оларды алдап қарызға қойдыңыздар? Мұрат аға, біз неге? Біздің банк басшылары айтады, бере беріңдер, тоқтамаңдар. Әзірше мүмкіншілік бар. Оларға бизнеске ақша беру тиімсіз. Ипотекаға беру тиімсіз. Оларға жаңағы азаматтардың үстіне 50%-бен қарызға кіргізіп, жеке адам соттасамайды ғой. Бәрі сырттағы мошенниктер іздеп жүр. Мен кешегі ішкі істер министріне айттым, неге сырттан мошенник іздейсіз? Не банк ішіне отырады қылмыскерлер. Берген адам қылмыскер сол. Сол қылмыскерлердің сыбайласы. Оны өз-өзіміздің алдап не бар?